Бүгінгі айтылатын тақырып улану және оның ішіндегі хлормен улану. Хлор дегеніміз не? Хлор дегеніміз өзіне тән өткір иісі бар улы зат, яғни сарғыш ақ түсті. Негізінен хлормен кімдер уланады? Яғни хлормен көбінесе хлормен жұмыс жасайтын адамдар. Хлорды негізінен санитарлық мақсаттарда, яғни тазалық мақсаттарында қолданылады. Және хлормен соның ішінде жұмыс жасайтындар уланады. Одан кейін бассейнге баратын адамдарда осы хлормен улану процесі жүріп жатады. Жалпы улану қалай болады? Яғни хлормен жұмыс жасап жатқан кезде, яғни тыныс алу жолдары арқылы, немесе ауыз қуысы арқылы, яғни ішке кіріп кеткен жағдайда басталады. Және сонымен қатар хлордың теріге тиюінен нәтижесінде де кішігірім зақымданулар болады. Ал енді осы хлормен уланған кезде қандай белгілер болады жалпы адамда? Ең бірінші, әрине, мұрын қуысында немесе ауыз қуысында күйдіру сезімі болады. Яғни күйдіріп ауырсынады десек те болады. Ал келесі белгілері ол кеуде тұсында ауырсыну және сонымен қатар көзінің жасаурауы. Яғни көздің жасаурауы тіпті хлордың иісінің өткірлігіне байланысты болады. Және дәл осы хлормен улану кезінде дәрігерге дейін қалай көмек көрсетеміз? Сауатты түрде. Және сол туралы айтатын боламыз. Хлормен улану кезінде дәрігерге дейінгі көмек. Бір адам тазалық жұмысын жүргізіп жатқан кезде хлормен уланғанын байқадыңыз. Яғни жөтеліп, кәдімгідей кеуде тұсын ұстап, қатты жөтелген байқадыңыз. Тез арада көмектесіп, оны сол аймақтан алып шығамыз, яғни қауіпсіз аймаққа. Сосын оны өзіне ыңғайлы қалыпта, яғни отырғызамыз. Одан кейін таза ауамен қамтамасыз етеміз, яғни есік терезелерді ашамыз. Содан кейін мұрын қуысын және ауыз қуысын таза сумен шаямыз. Егер терісінің бір бөлігі хлормен күйген жағдайда сабынды сулы ерітіндімен жуамыз сол бөлігін. Содан кейін минералды су береміз. Жағдайын бақылап, біршама жақсарғанын байқасақ, жедел жәрдемге қоңырау шалып, жедел жәрдемнің келгенін күтеміз. Жалпы кез келген улану, мәселен, 3 түрде өтеді, естеріңізде болсын. Бірінші, жеңіл түрінде, одан кейін орта, одан кейін ауыр. Мәселен, оны қанша демалады, және сол затпен қаншалықты улануына байланысты. Мәселен, осы хлормен уланудың өзі тіпті ауыр түрінде кеуде тұсында ауырсынып, және жүрек соғысы пайда болады. Және сол үшін де әрине осы белгілерді көрсеңіз, ең алдымен жедел жәрдемге қоңырау шалыңыз, және ұқыпты алғашқы көмекті көрсете біліңіз. Және видео ұнаған болса, лайк басып, жақындарыңызға жіберіңіздер.